Газа секторында сұмдық жағдай болып жатыр. Мына Рафах маңындағы жерасты туннельдерінде Хамастың шамамен 200 жауынгері қамалып қалған, ал олардың үстінен Израиль әскерилері қарап отыр. Айтып берейін. Әлем назар ауып отырған бұл жағдайды басынан айтсақ, Израиль әскері бұл аймақты бақылауға алғаннан кейін Хамас жауынгерлері сыртқа шыға алмай отыр. Осы тұста ақш Израильден осы жауынгерлерге қауіпсіз шығу дәлізін ашуды талап етіп отыр. Бірақ Нетаньяху мұнымен мүлде келіспейді. Өйткені Израиль қоғамы Хамасты босатуды әлсіздік деп санайды. Оның үстіне бұл ақштың қысымына бағынғандай көрінеді. Хамас өткен аптада ғана бұл біздің жауынгерлер және олар шын мәнінде жерасты туннельдерінде қамалып қалды деп мойындап, әлемдік қауымдастықтан Израильге қысым жасауды талап етіп отыр. Бірақ олардың өздері сол туннельдегі адамдармен дәл қазір байланысы бар жоғы белгісіз. Суы, тамақ жағдайы қалай екені де беймәлім. Израиль әскері олар шығып көріп жатыр, бірақ сол мезетте көзін жойып отырмыз дейді. Кейінгі аптада 20 жауынгер өлген, 8-і тұтқындалған. Бұл оқиға бір жағынан Трамптың бейбіт жоспарында шайқалтып отыр. Себебі ол жоспар бойынша Хамас қару тастаса, оларға рақымшылық жасалуы керек. Алайда Израиль оларды аман шығаруға келсе ме? Америкалықтардың бұл сұраққа да нақты жауабы жоқ. Ал Хамас билігі қазіргі таңда біз үшін капитуляция деген сөз жоқ деп ашығын айтты. Қысқасы, бұл 200 жауынгердің тағдыры бүкіл Трамп жоспарының болашағын шешетіндей. Израильде де бұл жағдай ушығып тұр. Біреулер Нетаньяхуды билігін сақтап қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр дейді. Ал басқалары бұл ұлттық қауіпсіздік, Хамасқа дәліз жасап беру ақымақтық дейді. Осы тұста оңтүстіктегі Мысыр елі Хамас қаруын тастасын, біз оларды үшінші елдерге аман есен жеткізіп берейік деген ұсыныс айтты. Алайда Израиль мұнымен де келіспеді. Оларды босатсақ, Хамастың шетелдегі бөлімшелері күшейеді деп уәж айтты Израиль. Сонымен Израиль Хамасқа екі ақ нұсқа қалдырып отыр: не берілу, не өлім. Ал Хамас болса келісімге келмей жатыр. Осылайша қазір бір ғана мәселе бар: ақш Израильге қаншалықты қысым жасай алады және Израильдің қызыл сызығы қай жерде? Қазіргі уақытта не болатыны белгісіз. Оны Ағылтай Ньюс телеграм арнасынан шолып бақылай жүре аласыз. Ал қазіргі уақытта пікіріңізді жазыңыз. Трамптың жоспары осылай сөгіліп кете бара ма?